Dövletcan tahtысына түсіп, небір айтулы күйшілерді жерге қарапты. Тек өзімен шамала, бір жас күйшіме ғана тең түсті. Біздің Дәулетжан ұлдар шалғанда ата жауымыздың өзі әй бәрекелді деп арқасынан қақты. Ей, бұл не қып жүргенің? Күйші, өлеңші дегендеріңде күлімсіреген еркекке еліріп, есі кетіп қалатын. Жел қорғашы сияқты ғой. Осылардан не пәтуа табылар дейсің? Ей, намыстың айзадан басқа қорғаушысы бар ма? Тәйі. Ағау, көпшілік көкірегіңізбен жер айырып барғанда, көп болса 5-6 қазақты өлтірер, бір үйір жылқыны өртітер. Сонда сол 5-6 бейгіна пенденің өз жерінде жүргеніне, сол бір үйірдің өз өртінде жайылғанына, намысыңызға жоқ түсетіндей не бар? Ей, бұның бәрі ата-бабаларымыздың әруағы үшін, намысы үшін. Қапсы кетіп құрыған ата-баба жоқ. Тұсында олар да алысқанмен алысып, жұлысқанмен олар да жұлысқан шығар. Қолыңыз қышылса, кешегі ата-бабаны көрден қозғаға соғап бекер. Ей, мынау не дейді? Бармысың көк бөрі, кел. Балаң ұтарша, ақшыдан не қадір не қасиет іздеп жүр. Атқа мінген, есі дұрыс бөріктіні көрсе, өрлігіп қалатын. Дұшпан елдің өзі, ұтаршы мен бақшы баса, әншейін сайқымазақ юана келгендей айылын жимайды. Оғылан тұқымынан біреу аттаса, иісі абай едеуірлеп, ер тұрманын ала жүгірмес бені. Ал Жүнейт батырдың ұлы Дәулетті көргенде қыл беткен қазақ болмақты. Ал ол шын ектеген жер көкірек неме, талай рет намысыңды қысып, насырыңды төгіп отырған. Бұндай едірген ақымақтарды ер дейсің бе, ез дейсің бе? Бала ғой, қашан көбейтіп жүрер дейсің? Өзінде ақылға келер. Өймін алдыңы. Bir günün yollara sürükledi. Astavul yanında oturdu. Dallı zilip minelip konadı. Yolların sonuna geçip çokları aşağıdılar. Erkek kızı rastlanıp çoklarının diyebin alılap çevirdi. Ona baba, Темір баба өлеңнің моласы. Кезінде, Шопан ата Хорезмнен келген кезінде, Темір баба екеуі дәл осы төбенің басында жолығып тіреседі. Шопан ата Темір бабаға құдірет таластырғысы келетінін білдіріп, ойын жеткізіпті. Сол кезде Темір баба, ендеше құдіретіңді өзің көрсет депті. Сол арада Шопан ата бір текені пышақсыз бауыздап, етін терісіне үйіп орап тастапты. Алақанмен бір сипап өткен кезінде теке орнынан атып тұрып кетті. Ендігі кезек Темір бабаға келді. Темір баба балағын тізесіне дейін тұрып, ақ көбік атып жатқан көк теңізге қойып кетіпті. Темір баба жүрген сайын көк теңіз қарс айырылып, Темір бабаның жүрген жері қара жер болып қала беріпті. Содан бері ата баба қызғыштай қорыған сол шаһара енді міне кім көрінгеннің қолына кетіп барады. Түрікменнің найзасынан кие қашып боса берген соң, Темір баба, мен өлсем осы төбенің басына жерлеңдер. Бұдан әрі дұшпанның иті менің молама бір ел жаламасын десеңдер, бұдан әрі шегінбеңдер деп кетіпті. Дәулетжан, балам, мұнда келуіміздің де өзіндік себебі бар. Ағаңның кегін алар күн жетті. Яке, не айтпағыңызды түсіндім. Көк алатта келіңдер. Әне бір табаңдар шауып келе жатқандар күн. Қай жерде келе жатыр? Бар көріп келші. Қақ алдындағы қара аттың найзасының басында бозарындағы не нәрсе? Көк алайға неге көрінбейді? Ауырмай! Дәулет! Aradan Devlet babamın oğlu kızı çıkardı. Araştırıp jastaydı. Мен барам, бармақ сойылса берейін.
еңдер. Тірідей жерге көміп, басын шығар қойыңдар. Көрген жолаушылар қазақтар қайтып барсын. Үйім ғана жоқтап келер. Кішіні деген ешкім болмады. Не депутат күндері бұрып қалдыра қойған. Күнде көретініміз сол бір сөз. Дәулет, мен кімді көмдім өзі? Күйшіні көмдім бәлде сені ме? Дәулет, қазылған ордан көрінген кімнің басы? Шашылған кімнің сүйегі? Жазықсызға тырнағы, нақаққа найзасы батқандармен урағандардың қасіретін тарттың ба? Бірін-бірі жалмаған дүние-ай! Үлкені кішісін, кішісі әлсізін жоқ қылады. Bir күні бөркімді аспанға атсам, bir күні қара жамылып отыратын. Не тірлік бұл? Не тірлік? Құмырсқаға жем болып, басы қайда қалмаған, атадан бабаңа қалған, кек соққан мінез. Соңынан келген мал жауға қайтып, ала кезде келген жеңіске масаттанып. Жеңіс қашанда? Қара жердікі! Қара жердің бетіне сый салмасаңдар, астына сыйсасыңдар. Астына!